Ассаламалейкум ағайындар. Ағайындар, сіздерден өтініш, Алла рызасы үшін айтам сіздерден. Әрқайсың өзінің қалталарыңды ойлай бермеңдерші, эгоист болмаңыздаршы, өтініш. Бірінші мәселе жолды ақылы қылуды, тоқтатуды атсалыстық па, сол мәселені көтерейік ағайындар. Алла рызасы үшін жігіттер, өтініш, арыға берге тарта бермейікші өтініші. Жігіттер, нәтижеленеді. Әзір бүгін шешім шығарып, бәрін қайтарып жіберу үшін тырысып жатыр өкімет. Сол үшін ешкіммен диалогты өтірік құрып тұра беріңдер. Жиналсын адамдар, өзіміздің қарамызды көрсетейік. Ана заттың тапшылығы сезіне бастасын, бастаған кезде біздің любой айтқанымызды көнеді. Көнбей көрсін, мен саған айтам, отвечаю, көнеді. Бірақ қайтпаңдар жігіттер. Бүгін ертең жиналып қайтарып тара десе тарап кете бермейдер. Чумы болмаңдар жігіттер. Намысты болыңдар, қазақтың жігіттері. Сендерге айтам, намысты болыңдар, намысты. Болды, бүгін шабамыз жігіттер. Бүгін шаппағымда атаңның басына шабасың ба? Өтірік батыр болмаңдар. WhatsApp'тағы батырлар болмаңдар. Шығыңдар, намыс бар ма, шығыңдар әкең аусын. Өлейік. Мен өлуге дайынмын мысалы. Егер өлтіретін болса. Өлтірмейді олар, өлтіре алмайды да. Бір Алланың қолында. Ажалымыз бір Алланың қолында жігіттер. Ажалымыз бенен рызқымыз бір Алланың қолында. Ел біздің рызқымызды тоқтатамайды. Алла тағала ғана тоқтатады. Рызқың тоқталды деген нәрсе ол өлдің деген нәрсе. Жігіттер, соның үшін барлық нәрсеге келісім шартты болсынша Ақтөбенің телеканалы шақырама, барлығын шақырса шақыра берсін. Биологиямен барлығын алатын нәрсені алып неғыла берсін. Қарсылығына қол қойыңдар. Жолдың төлем несіне қарсылығына қол қойыңдар. Біздің міндетіміз жолдың түбегейлі ақылы болуына қарсымыз. Біз соны ұстануымыз керек. Екінші мәселе кейін талдана береді ол. ГСМ бола ма, жолдың тағы басқа нәрселер ма? Барлығын кейін шешеміз жігіттер, кейін. Қазір тек қана бір мәселені шешіп жеңімпазға жетіп алайықшы. Одан кейінгілердің барлығы майдан қылды тартатын сияқты шешіледі. Уайымдамаңдар. Мен сендерге уәде берем. Құдай қаласа, жігіттер, мына видеоны таратыңдар, тез таратыңдар, барлығы көрсін. Барлығымыз қашпаймыз. Жолдың шетіне бір жерден қуамай, екінші жерге барып тұрыңдар. Одан кеңдеу, мүмкіндігі кеңдеу жерлерге барып тұрыңдар. Тар жер болатын болса, бар жерге, басқа жерге барып тұрыңдар. Маңызды емес. Bir жерде жинатпай жатыр ма, ана жерден келатқандар басқа жерге жиналыңдар. Біреу барлығын қорғап, олар қоршап бітіре алмайды. Машинаны қойып тастайтын болсаң, сенің машинаңды айдап кете алмайды олар. Ондай категориясы болғанымен рөлде отыра алмайды да гаишниктер, естерінде болсын. Сондықтан бұны ұмытпаңдар жігіттер. Бүгін ең үлкен ұлыстың ұлы күні қазағымызға туған. Сондықтан мәселеміз жігіттер, біз не үшін жан айқаймызды шырылдап, арқамыз жыртылғанға шейін жанымызды төгіп жатырмыз. Жігіттер, біздің келешегіміз, болашағымыз үшін істеп жатырмыз. Осын ұмытпаңдар жігіттер.